Endi meni ekranға үлкейтші. Абадан әңгімемді аяқтап алайыншы. Мен экранды үлкейтші. Мен әңгімемді аяқтап алайыншы. бір теманы жабайық. Жабамыз, иә. Қазір осыны айтып тастаймын. Жабамыз. Экранға үлкейт. Айта берсей сен. Ай, не болды? Үлкейтуді Айта берсей. Экранды үлкейтсей? Нең кетті? Сен дерек көрсетпесең көрінген. Экран Жыланаяқтар үлкеткенге жылан болып тұрған. Дерек көрсетесің. Енді солай болып қалды ма? Кітаптан көрсетесің ба? Кітаптан көрсетемін, иә. Өздеріңіздің ғана көрсетесің. Кітаптан көрсетесің ба? Болды, Қайша кітап па, или біз бәріміз түсінетін кітап па? Біз бәріміз оқи алатын кітап па? Бәрің түсінетін кітап. Болды, онда үлкейтейік болады. Онда үлкейтейік қой, жалан аяқты да. Қаны? Сен уже сарказм басталды ма? Енді дұрыс қой, сен өз отанын тастап, өз отанында... Мына жазбаны қараңыздар. Мен барып келіп жүрмін, міне. Қай жазба, қаны? Қаны? Мына тарихи жазбаны біледі. Кітап емес қой мынау? Кітап емес па? Құрбанғали, Халид, Ауарих, Хамса, бірінші... Нейді бірінші қалай? 5 тарих деп жазып қойған. Сосын. WhatsApp-тан жазып отырған. Енді ешқандай WhatsApp, футболдағы балалар ғой жазып отқан. Қара, енді сол жерде мынандай көп келеді. Қара, қазақ халқының, мына қызыл сызықта жазылып тұр. Қазақ халқының, бұның 189 бетін ашсан. 189. Жоқта, ашамыз. 189. Ашамыз. Бабадан сен кешір. Міне үлкейтіп, мен сендерге жақындатып берейін, міне 189 бет. Асықпака, ашамыз. Тоқтай тұр, 1 минут. Сол жерде былай деп жазылады. Қазақ халқының тәңіршілдікке, әдет ғұрыпқа байланысты көптеген мерекелер өткізіледі дейді. Мысалы, айт дейді, міне айт намазы дейді. 1800 жылға дейін оқымаған дейді. Бұны кім айтып тұр? Енді сол жазбада тұр. Бұны кім айтып тұр деп айтып тұр ол? Жаңағы автор ма? Міне осы жазбада бар. Міне. Мынау Құрбанғали Халид деген адам айтып тұр ма мана? Соның жазбасында. Бұл кім вообще? Сен Шоқанды алып келсеш, Шоқан Уәлихан. Шоқанды әкелеміз қазір. Мен мынау кездесіп қал, соны көрсете салайын деп отырмын. Бетімен қарай отырмын. Анау кім ол? Танымаймыз ғой соны. Өзі мұсылман тарихшыларын танымайсыңдар ма? Халид деген кім ол? Құрбанғали Халид деген кім ол? Сонда өз мұсылманшыларын танымайсың ба не? Жоқ, ол кім вообще? Кім ол? Қазір біз Шоқанды Құрбанғали Халид деген бар ғой. Қазір мен оқып берейін. Шоқанға келеміз. Мен қазір жолда кездескен сендер көрсете салайын деп отырмын да 1800 жылға дейін қазақтар қабылдамаймын мен ананы. 1846 жылы Құрбанғали Халид не? 1846 жылы қазақ тарихнамасында көрнекті орны бар ноғай текті тарихшы, этнограф және діни ағартушы. Діни ағартушы. Мұсылман ол. Мұсылман. Анау, жоғы ол мұсылман емес, анау Россияда тұратын бәлен айтып жатсың ғой сен анау. Ол тәңіршіл ғой ол. Ол шыққан кейінгі ол. Абадан беті қандай бетте? Қанағының? 189 бет. Бұл жетір қазір. 1910 жылы Қазан қаласында Шағатай тілінде басылған бұл жазба. Шағатай жерінде. Тарих Хамса шәрихи. Болды. Абадан жаңағын көрсет енді жаңағы жерді. Қайсы? 189. Текст көрсетіп жібер. Әне. Әне. 189 бет. Жоқ, түсініп тұрмын. 189 түсініп тұрмын. Анау, бұл кісі қай жылға дейін болмады деп тұр? 1800 жылға дейін тойламады. Айт намаз оқымаған. 1800 жылға дейін айт намаз оқымаған. 1800 жылға дейін айт намаз оқылмады деп тұр. Бұл кісі қай жыл дүниеге келген? Қай жыл дүниеге келген өзі? Так, қазір 1846 жыл. 46. Болды, значит, бұл басқа бір жерден дерек алып тұр. Қай жерден алып тұр оны? Қай жерден алып тұр? Кімнен сұрады? Жаңағыдай сахабалар сияқты ауызға жеткен ба деп сұрады. Сондай керек па саған? Абадан анау ерекше
Сақаналар сияқты. Қара абадан сен түсініп тұрған жоқсың. Бұл 1800 жылға дейін оқылмады деп тұрды, бірақ өзі 1800 сол оқиғаға дейінгі 46 жылдан кейін дүниеге келіп тұрды, ол өзі ол уақытта болған жоқ. Бұл бір жерден алды ғой оны. Қаяқтан алды оны? Қазір көрейін, зерттеп көрейін. Ізде ғой. Жаным әшейін, давай ізде. Бәрібір ұсталасың ғой, қайқа барасыңдар сендер. Онда әрбір тесттің сендерге мына дерекке негізделіп әкелген деп айту шарт па? Қара, абадан. Тоқта, шешіп алайық, тоқта, шарт қой, Иә. Давай, онда жаңағы сен әкелген жазбаның қай нақты дәлелге негізделіп жазғанын әкеп беріңдер оны. О, сен таза ақымақсың ғой, өздерің сөйтіп сұрайсыңдар, абадан қара. Өздерің сөйтіп сұрайсыңдар, ал мен әкелсем шығындайсыңдар. Ал мен әкелген... Сайқалдана бермеші, ақымақтанбашы, қара. Мен алып келген 3 деректің өзі де, тыңдаса енді, 3 деректің өзі сол адамдар сол уақытта өздері өмір сүріп жатыр олар. Өздері сол уақытта жазып жатыр. Сен әкелген дерек, бұл кісі 1800 жылға дейін қазақтар тойламаған деп жатыр, айтты, иә? Өзі 46 жылдан кейін дүниеге келіп тұр ол оқиғадан кейін. Значит, ол болып жатқан кезде бұл жоқ өзі. Енді ол бір жерден алып тұр ғой, ол қаяқтан алып тұр ол оны? Енді сол кездегі өзінде адамдар болды да, шалдар болды, ақсақалдар болды, бәрі әлі күнге шейін, кімнің де өзі Чоқанның жазбасында да келеді ғой, толыққанды тек аруаққа сиініп жүрген қазақтар болған. Көрсетсе енді. Оны ешкім жоққа шығарып жатқан жоқ, біз жарайды деп тұр. Мынау кісі қаяқтан алды оны? Мысалы мен сұрайын ба қазір, ойбай онда Чоқан қайдан алды оның қазақтардың әруаққа сиынғаны деп мен кімнен сұрауым? Шоқанда не бар? Мынау тарихи хамсаны жазған Халиди Құрбанғали деген кісі қай жерден, қандай деректен алды оны? Онда Чоқан онда қай деректен алды онда? Шоқанды қоя. Мен де сөйтіп айтайын да енді. Значит, онда Чоқанды да мойындамаңдар онда. Шоқан өзін көріп тұрғанын жазып жатыр ғой еліндегі. Значит, сол кезде мойындайсың ғой, қазақтардың толыққанды мұсылман болмаған, иә? Қарашы, сен айтып тұрғаны абадан ешқандай мемлекетте, даже ислам мемлекеті болсын, 100% бәрі мұсылман болмайды. Абсурд нәрсе айтып жатсың сен. Шариғатқа қарсы келмесе, 5 уақыт Алланың парызын орындаса, жаңағы иманның шарттарын толық орындаса, қалай ол мұсылман болмайды? Қара, халықтың абадан 100% бәрібірдей мұсылман болмайды ешқашан. Сен абсурд нәрсені айтып жатсың. Даже ислам халифатының өзінде дәуірінде ондай болмаған. Сенің қате айтып отқан ойың жаңа 800 жылға дейін айт намаз оқы деген ол абсурд айтып отқан ой. Неге? Өйткені біз Алтын Ордада біз кәдімгі шариғи өмірмен, шариғи принциппен өмір сүрдік. Шариғаттың принципінде Алтын Ордада діннің кіргенін мен жоққа шығармаймын. Қара, біз халифатпен өмір сүрдік қой. Бұл жерде түсінікті қараңдаршы. Қазір бір минут ойды аяқтап алайын мен абадан. Қара. Енді мынау 1800 жылға дейін қазақтар айт намаз оқымады деген сөз негізі абсурд. Өйткені 1800 жылға дейін қазақтарда халифат болды, кәдімгі ислам халифаты болды. Жеті жарғының ішінде кәдімгідей исламның канондары тұр, принциптары тұр. Тұрғанда шариғатқа қарсы шығып отырған адамға қалай канон болады? Абадан осы кітап па? Абадан жан осы кітап қой. Дұрыс па? Осы кітап. Жаным, 189 ғой, абадан? Жаным деген не болды? 189 ғой, 189 ғой, 189. Жана 189 дегенде тура мынандай жерінде ғой, қайсы? Ондай сөз мен көріп тұрғанмын. Қазір мен көйтіп берейін. Мен кітапты PDF ашып тұрмын, қай бетінде? Мен де сол кітапты ашып тұрмын. Міне 189. Міне. Неге жоқ сенде? Сенде неге жоқ? Мына жазбалар мен өз ойымнан жаздым ба? Міне. Неге сен өтірік кітап? Анау скриншот па ашайын? Абадан қара. Міне кітап. Міне. Абадан кәдімгі кітап міне. Мен кітабынан әкеп тұрмын. Жазған жоқсың, Абадан. Сен неден алдың? Телеграмдан алдың анау. Чатқа, общий чаттарыңа жіберетін жерден алдың оны. Жоқ қой. Жоқ, алдында біз осыны оқып талқылағанбыз. Бірақ PDF емес, бұл кітаптан алынған. Кітабы, міне, дәл сенің көзінше, міне, Абадан қайттан бірінші бетіне барам, қара. Міне, Құрбанғали Халид кітабы
сен айтқан 189-шы бетті ашам, проблема жоқ. Міне, қаны? Өтірікші қаны?